Сәлем мүнжілерім. Әр адам әртүрлі шақтарда өзіне мынадай сұрақ қою мүмкін. Мен осы өмірге не үшін келдім? Не үшін жаратылдым? Бұл сұрақ 15 жаста, 20, 25, 30, 40, 50, даже 60 жастарда келуі мүмкін. Бірінші рет келуі мүмкін. Біріміз сұраққа жауап таппай, әке-шешеміздің жолына қарап, сол жол маған да сәйкес келеді ғой, маған да болады осы жол деп сұрақтарды жиыстырып қоямыз, жауапты іздемейміз. Екіншілеріміз керісінше әке-шешенің, ата бабалардың жолдары маған сәйкес келмейді, менің жолым бөлек, бірақ қазір білмей тұрмын қандай менің жолым. Осындай сұрақтар туындап, сұрақтарға жауап ізденіс жолына түсеміз. Қалай да болса сұраққа жауапты табу керекпін деген мақсатпен өмірімізді жалғастырамыз. Үшіншілеріміз не істейді? Жауапты таппай, немесе қалай болса солай ізденіс жасамай мүмкін негативті нәтижеге келіп, негативті тәуелділікке ұшырайды. Мысалы, никотин, наркотик, алкоголь, в основном сол алкогольді ішімдіктер ішетін адамдар, олар өздерін таппаған, өздерін тапқысы келмейтін адамдар болып саналады. Өзімізді табу, қазір мен сізге бір құпияны ашамын. Адам өз-өзін таба алмайды. Ешқандай адам өз-өзін таба алмайды. Себебі бір нәрсені табу үшін ол нәрсені бірінші жоғалтып алу керек. Немесе ол нәрсе бізде мүлдем болмауы керек. Болмаған нәрсені табу түсінікті нәрсе, логикалық нәрсе. Адам өз-өзін таба алмайды, себебі адамның ішкі дүниесі ылғи да сол адаммен бірге тұрады. Туыла салып біздің бойымызда жан бар. Санамыз, ішкі санамыз, жан дүниесі, бұның бәрі бірге құрылған структура. Ол структураны біз жоғала алмаймыз. Сондықтан өзімді тапқым келеді деу дұрыс емес. Біз өзімізді тек аша аламыз. Күн сайын, жай қадаммен, өзіміздің керемет ішкі дүниемізді ашу, бұл әр адамның мақсаты деп санаймын. Қазір осы видеоны көріп тұрғандарыңыз екінші категорияға жатады. Өзін іздеп жүрген, өзімді тапқым келеді, өзімді ашқым келеді деген мақсаты бар адамдар ғана бұл видеоны көреді. Енді қараңыздар, біз өзімізді тек аша аламыз. Біз өзімізде ылғи да бармыз. Біз өзімізді жоғалта алмаймыз. Біз өзімізбен бірге туылғанбыз деп айттым ғой басында. Бұл негізгі заң. Ересек бөлімінің заңы. Бізде санамыз 3 бөлімнен тұрады. Ересек, бала және ата-ана бөлімдері. Бұл жайлы мен невроз туралы видеода толығырақ айтамын. Осы жерде сілтемені жіберем. Сол жерде ішкі ересек бөлімі туралы көп айтылған. Осы ересек бөлімінің басты заңы мен өз-өзімде бармын. Яғни өзімізге опора құрып, өзімізге сене алатын бөліміміз ересек деп аталады. Менің көзім жеткені бір зат бар, бір нәрсе бар. Бұл адам өзін танымайтындығы. Адамдар өзін таниды деп ойлайды. Бірақ бұл менің ойымша үлкен ошибка. Себебі статистика бойынша 85% адам өзін бақытты сезбейді. Неге сезбейді? Себебі ол адам өзін танымайды. Бұл менің жеке выводым, нәтижем. Енді соны түсіндіріп берейін. Қараңыздар, адам өзін танымайды деймін. Таныса да өзін қабылдау өте оңай емес. Ондай сөз бар ма? Өте оңай. Өте қиын, оңай емес,
Барлық психикалық аурулар, қайғы азаптар, депрессия, апатия дейді ғой. Осы аурулардың бәрі адам өзін танымайды, өзін таныса да өзіне сенбейді, өзінің жолына түскісі келмейді емес, өзім жолыма түсуінен, өзінің жолына түсуінен қорқады. Осы аурулар, психикалық аурулар, даже обычный невроздар, өзіне сенбеу, неуверенность в себе дейді ғой, соның бәрі өзін танымаудан, өзін таңдай алмайтындықтан шығады. Өз жолын табу бұл тек 50% қадам, бірінші қадам. Екінші 50% бұл өзінің тапқан жолына сену, соны қабылдау, сол жолмен өмір сүру. Бұл осы жерде қиыншылықтардың бәрі басталады. Себебі біз зависимыймыз, біз басқа адамдардың ойына тәуелділігіміз мол, ұят деген нәрсе бар. Жұрт не айтады, мен бұны істей алмаймын, от меня откажутся, родственники откажутся, мені қабылдамайды деп сондай қорқыныштар туындайды. Бірақ енді біздің осы тақырыбымыздың ең основной моменті, жүрегі десек те болады тақырыбымыздың. Бастапқы сұрақ видеоның өзінің аты айтып тұр. Адам не үшін жаратылған? Адам бақытты болу үшін, бақытты әрі рахат өмір сүру үшін жаратылған. Бізге әртүрлі қоғамнан, ата-анадан, мектептен не бір мақсаттар құйылған басымызға. Қоғамға жұмыс жасау үшін туылғанбыз дейді біреулері. Біреулері семья асырау үшін, біреуі бала туу үшін, тұқым қалдыру үшін туылғанбыз, жаратылғанбыз дейді. Тұқым қалдыратын сонда біз не, тауықпыз ба? Сондай миссия өмірге бізді Құдай жаратқан, сол тек тұқым қалдыру үшін ғана ма? Бұл болмайтын нәрсе ғой, былай қарап тұрсам. Табиғатта адамға ғана ой қабілеті, сана сезім, ішкі дүние деген нәрселер берілген. Сонда біз жануарлардан айырмашылығымыз неде? Егер тек тұқым қалдыру, семья асырау деген мақсат қана болса. Сондықтан көп адамдар, даже мысалы жақсы жұмыс істейтін, семьясы, жанұясы, балдары бар адамдар бақыт сезімін сезбейді. Бақыттымын деп, 100% бақыттымын деп айта алмайды. Жұрт сұраса, сен бақыттысың ба, сенде бәрі бар ғой десе, я деп айта салады. Өз-өзін алдайды. Бірақ өз-өзіңмен наедине, бетпе-бет өзімен қалған кезде адам не сезінеді? Мен бақытты емеспін. Өзінің өмірге қызығушылығының кеткенін, еш нәрсе қызықтырмайды. Машина сияқты автоматты түрде жұмысына барады, сабағына барады, балдарын садикке апарады, үй тірліктерін жасайды әйелдер. Бірақ ішінде бақыттымын деген сөз шықпайды. Неліктен? Потому что бұл адамдар өзін таппаған. Өзінің дүниесімен, өзінің ішкі жанымен қарым-қатынас құрмаған, байланысы жоқ деген сөз. Итак, адам не үшін жаратылған? Бірақ мақсат бар. Сол бақытты өмір сүріп, рахат өмір сүру. Бақытты болып, рахат өмір сүру. Енді әр сөзді отдельно талқылап көрейік. Рахат өмір деген кезде ойымызға не келеді обычно? Большинство, көпшілік адамдар осы сөзді естіген кезде ойына небір түрлі мейрам, той, ішімдік, әйелдер, қыздар деген ой келеді. Рахат өмір деген сол. Түк істемеу, азаннан кешке дейін жатасың, ақша тола, ішесің ба, мейрамханаға барасың ба, әйтеуір вот сондай нәрсе ойға келеді. Бірақ бұл дұрыс емес. Нағыз рахат, ләззат сезімдерін біз үш-ақ нәрседен аламыз. Бірінші, бұл өз жолымызды тауып, соны таңдап, сол өмірді сүруге батылымыз жетіп тұрған кезде, өзімізге ұнайтын өмір сүріп, өзімізге ұнайтын өмірді құрған кезде, сол құру барысында біз рахаттанамыз. Өзімізге ұнайтын өмір деген не? Өзімізге ұнайтын өмір бұл барлық сфералар алынады. Ұнайтын жұмыс, ұнайтын үй, ұнайтын жұп,
ұнайтын киім кию, ұнайтын тамақ жеу, ұнайтын кезде тұру, ұнайтын кезде жату, ұнайтын спортпен айналысу, ұнайтын елдерге бару. Осының бәрі маған ұнайтын өмір дейді. Бұны құрудың өзі не деген уақытты алады, дұрыс па? Ресурстар керек бұған қаншама. Сондықтан тек осы бірінші ғана пунктті жасағанның өзінде біз не деген рахат аламыз. Екіншісі бұл жаңалықтар енгізу. Өмірге жаңалықтарды енгізген кезде бізде жаңа нейронды байланыстар құрылады. Жаңа нейрондық байланыстар көбейген сайын біз өзімізді жас сезінеміз. Жас әрі жеңіл сезінеміз. Ал естеріңізге түсіріңізші, жас кезіңізде 16, 17, 20 жасыңызда өзіңізді қалай сезінетін едіңіз? 12-14 жасыңызда өте жеңіл, көтеріңкі көңіл күй. Осының бәрі бізге жаңа нейрондық байланыстар сыйлайды. Сондықтан өмірге жаңа байланыстар енгізген дұрыс. Бұл жаңа тірлік болуы мүмкін, жаңа қабілеттер, жаңа тіл, білім, способности дейді ғой, спорт болсын, жаңа адамдар, жаңа таныстар, би. То есть все новое, загружать в нашу жизнь все новое. Барлығын бірден сразу айналысу емес, барлық жақсы жаңа нәрселермен. Жоқ, аз-аздап, мысал үшін, бүгін элементарный нәрсе. Мысалы, өмір бойы сіз приседание жасамағансыз. Бірақ бүгіннен бастап приседанияны жасайтын болыңыз. Бүгін 5, ертең 7, үшінші күні 10. Сөйтіп приседанияны өміріңізге енгізесіз. Жай-жай. Сол сияқты мелочтардан басталады. Мелочтардан. Мысалы, сіз ылғи шашыңыз ұзын еді. Енді бүгіннен бастап шаштаразды қырқып, әдемі прическа жасап, жаңа стильмен жүресіз. Немесе бір қалыпты боянатын едіңіз. 5 жыл бойы бір қалыпты үйреніп алдыңыз, сол бір макияжбен жүрдіңіз. Енді курсқа жазылып, немесе ютубтан бір сабақтар көріп, жаңа макияж жасау. Бұның бәрі осы өмірге жаңалықты енгізу деген сөз. Бұдан біз өте көп рахат аламыз. Үшінші, неден рахат аламыз? Үшінші, бұл күнделікті өмірде әр тірліктен рахаттану. Әр тірліктен рахаттану деген, мысалы, өзіңізге шай қойдыңыз, да? Заварили себе чай. Шайды әдемі чашкаға құясыз. Өзіңізге ұнайтын, түсі ұнайтын, материалы ұнайтын, былай ұстаған кезде рахаттанатын чашка сатып аласыз. Сол чашкаға шай өзіңізге құясыз. Көк шай болсын, қара шай болсын, ташкентский, марокканский, неважно. Ішіне өзіңіз жақсы көретін лимон, қант па, сүт па, өзіңіз білесіз, бәрін құясыз. Сосын дәмін көресіз. Дәмін көрген кезде не деген рахат сезім сезінесіз. Өзіңізге ұнайтын шай бұл. Сол осы кезде, дәмін татып көрген кезде, рахаттанып, сәл тоқтап тұрып, дәмін сезу, осы күнделікті өмірдегі рахаттылық деп аталады. Күнделікті өмірде тек шай мен тамақ қана емес, кез келген нәрсе, басында айтып өткен приседание болсын, үй тірліктері болсын, жұмысыңызда мысалы тірлік жасайсыз ғой. Сол кезде автоматты түрде машина сияқты істей бермей, тоқтап, асығыстықты жойып, өз-өзіңізді замедлять дейді, замедлять, то есть тоқтату, рахаттықты сезіну арқылы біз өте көп ләззат аламыз. Осының бәрін енгізу, бұның өзі де жаңалық қой біз үшін. Бізді бұндай техникаларға ешкім үйретпеген. Бірақ өмір сүрудегі, өмірден рахат алу, бұл ең басты адамның мақсаты емес. Өмірлік техникасы деп айтса да болады. Итак, келесі видеода бақыт деген не екен талқылаймыз. Және осы теманы тағы да жалғастырамыз. Қазір үлгірмейтін сияқтымын. Жүлерім,
лайк басуға ұмытпаңыздар. Каналыма қосылыңыз, каналым жаңадан ашылған. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазсаңыз болады. Маған бұл өте маңызды. Жаңа видеолар түсіруге маған үлкен талпыныс бересіз. Талпыныс дұрыс айттым ба? Вы вдохновляете меня снимать еще больше полезных видео. Келесі кездескенше.